қабірге зират етуге бола ма? Қазір қоғамда дәстүрлі діннен бөлініп, өздерін салафиміз деп жүргендер бар. Олар ұстаздары Ибн Таймияның айтуы бойынша қабірге зират етуге болмайды. Ол харам немесе Аллаға серік қосу деп есептейді, яғни ширк амалына жатқызады. Ширк дегеніміз не? Қабірге зират ету ширк амалына жата ма? Ислам діні бойынша ширк деген нәрсе бұл Алла тағалаға серік қосу. Алла тағалаға серік қосу Құран кәрімде айтқандай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтқандай, бұл үлкен күнә. Шариғат бойынша қабірге зиярат етудің ешқандай да ширкке қатысы жоқ. Шариғат бойынша пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар. Бұны барша мұсылман қауымы жақсы біледі. Мекке дәуірінде қабірге зиярат жасауды тыйып, Мәдина дәуірінде пайғамбарымыз бұған рұқсат берген. Сонда былай дейді: мен сендерге алдын қабірге зиярат етуді тыйған едім, енді қабір зиярат етулеріңе рұқсат етілді дейді ғой. Және пайғамбарымыздың өзі саллаллаху алейхи вассалам Мәдинадағы Джаннатул Бақи қабірстан және де Ухуд шайқасында қайтыс болған сахабалардың, шахид болған сахабалардың қабірлерін барып зиярат жасайтын болған, олардың басында тұрып ұзақ дұға жасайтындығы хадистерде көптеп кездеседі. Белгілі ғалымдар, ислам ғұламалары не дейді? Мәселенің тереңіне үңіліп көрейік. Абдулла ибн Әби Мулайка қабірдің басынан келе жатқан Айша анамызға Аллахтың елшісі қабірге баруға тыйым салмады ма дегенде, иә, тыйым салған еді, кейін қабірлерге зират етуді бұйырған деген екен. Әл-Хаким Әл-Мустадрак 1 том 375 бет. Әбу Хурайра Аллах елшісінің адам дүниеден озғанда амалы үзіліп, үшеуі ғана жалғасады. Үздіксіз садақасы, пайдасы тиіп жатқан ілімі, өзіне дұға жасап жүрген салиқалы ұрпағы деген сөзін келтіреді. Сонымен қатар, Әбу Хурайра жәннатта дәрежесі көтерілгенде адамның бұл қалайша деген сұрағына балаңның саған тілеген дұғасы арқылы деген Мұхаммед пайғамбардың сөзін жеткізген. Сунан ибн Мәжах 2 том 1207 бет. Мұнан шығатын қорытынды: қабірге зират етуге болады, оны білген абзал.